Ең аяулы есім ұстаз деген, бар тіршілік бақытты ұстаз бенен. Ұстаз ұлағатты есім, адам баласы ұлы ұстаздардың ұлағатты өсиетінің, үлгілі өнегесінің арқасында небір қиындықтарды орынды жеңіп, ұлттық тәрбие құралдарын ұтымды пайдалану нәтижесінде қандай да болмасын асулардан жол тауып, белді белестерден даналық арқылы дамып, дәуір сынын сапалы, саналы түрде артқа қалдыратындығы жасырын емес. Мен Әжмиева Зәуре Болатқызы, Алматы қаласында орналасқан Білім басқармасының іргелі оқу орны Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Бүгінгі жаһандық дамуды қажет ететін заманда бала жанының жанашыра танып, әр шәкірттің ой-өрісін кеңейтіп, дүние танымдарының қалыптасуына өзіндік үлесімді тигізіп келе жатқан 23 жылдық ұстаздық атты ұлы міндетті алқымдаған жанмын. Осы уақыт аралығында талай шәкіртті қанаттандырып, өзім де солармен бірге алға ұмтылдым. Тәрбие мен білімді қатар беріп, жетістікке жеткізу үшін тер төгудемін. Ал жетістікке жету жаңа методиканы қолдануды, қызығушылығын оятып, өзіндік көзқарасын қалыптастыруды, жыл санап, жаңаруды талап етеді. Әрбір шәкіртті бір жұлдыз санап, жарқырауына жәрдем беріп жүргенімді мәртебелі міндетім деп есептеймін. Бүгінгі таңда мені мәртебелі ұстаз атандырып жүрген шәкірттерім қалалық, пәнаралық олимпиадалар, ғылыми жобаларда тек жүлдемен оралуы, ұстаздық қызметімнің шынайы бағасы, адал еңбегімнің асқан құштарлығымның нәтижесі деп білемін. Білікті маман тәрбиелеп, жинақтаған теориялық білімімді тәжірибе жүзінде іске асыру жолында мен өзімді шәкірттеріммен бірге дамыта беретіме сенім білдіремін. Мәртебелі ұстаз ұлт мерейі.